Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетемін. Үйрену өте оңай. Сіз хабарландыру алу үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін басыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай шеңбер ши құрағын үйретемін. Ол үшін бізге ендері 6-6 сантиметр қызылдан осындай құрақ көзінен 4 штук қажет, және бізге қажет болады ені 3 сантиметрден жасыл түсіміз қажет, және ені 5 сантиметрден ақ мата түсіміз қажет. Міне құрақ көзімізге, қызыл түсімізге бірінші ақ түсімізді тігеміз. Міндетті түрде құрағың материалыңыздың түгін қолмен істеп алыңыз, төменге қарап тұрады. Құрап бастаймыз. Міндетті түрде құрақтың басында закрепке бересіздер. Енді бұлай ақ түсімізді тігеміз. Енді жасыл түсімізді осылай тігеміз. Дальше тағы да ақ, жасыл болып өстіп айналдыра тіге береміз. Осылай тіге береміз. Міне шаршымызда құрадық. Мына құрақ көзінен былай қарай 4 қатар, былай 4 қатар. Ағымыз 4 қатар болып тұр. Негізі 5 қатар, былай 5 қатар болады. Шатыстырып алмаңыздар.
Міне бір шашымызды дайындап алдық. Размері 28-28. Құрағымызға осындайдың 4/3 қажет. Не, 4 шашымызды дайындап алдық. Енді құрамызды құрамыз. Бұл құрақты бүйтіп те құруларыңызға болады. Құруларыңызға да болады. Мына құрақты осылай да құруларыңызға болады. Және басқа да түрлі құруларыңызға болады. Мен осындай қылып ағын ортасына келтіріп құрайым. Енді осыны бір-біріне бекітіп тастайын. Міне мен ақ пішімімді ортасына қарай қараттым. Енді осы бір-біріне тігем. Сіздер қалаған түстеріңізді, қалаған материалдарыңызды таңдай аласыздар. Міне құрағымыз дайын болды. Размері 53-53. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.